Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының «Қазақ емшілігі» атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 71 бөлім. Қой жуа. Лалагүлдер тұқымдасының жуа туысына жататын көп жылдық шөптектес өсімдік. Жуашығы дәрі болады. Оны жаз, көз мезгілінде қазып алып, талдық сабақтары мен шашақ тамырларын алып тастап, жуып тазалап қайнаған суға пісіріп кептіреді. Талқандап дәріге пайдаланады. Қой жуаның ем болатын аурулары: желді тежеп көкіректі кеңейту рөлі көрнекті. Оны көкірек сығылу, көкірек ауру, жөтел және дизентерия қатарлы ауруларды емдеуге пайдаланады. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.